Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен табада пісірілетін шоколадный торттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқамызға какаомызды, сары майымызды және шекерімізді салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық мьотымызды саламыз және біркелкі масса болғанша араластырып шығамыз. Мьотымызды араластырып болған соң, жай отта шекеріміз ерігенше араластырып отырамыз. Міндетті түрде араластырып отыру керек. Шекерімізді ерітіп араластырып болған соң, міндетті түрде ыстық күйінде содамызды салып араластырамыз. Сұйықтығымыздың түсі өзгеруі мүмкін, сода салғанда одан қорықпасаңыздар болады. Және де 20-25 минуттай сұйықтығымызды суытып аламыз. Мұздай суға салып, немесе үй температурасына қойып суытып алсаңыздар болады. Әбден суығаннан кейін 2-3 қасықтан ұнымызды салып, жаймендеп қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Ұнды шамадан тыс қосып қажет емес. Рецепте берілген ұнды қоссаңыздар болады. Қолға жабыспайтындай қылып, жұмсақ қылып илеп болған соң, менде 8 бөлік шықты. 8 бөлікті дөңгелетіп, холодильникке 40 немесе 1 сағаттай қойсаңыздар болады. Қажетті уақыт өткеннен кейін қамырымызды ұнның көмегімен жайып аламыз. Өздеріңіз қалаған сантиметрге салсаңыздар болады. Менде 18 сантиметрлік. Осылай тарелканың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Міндетті түрде шанышқының көмегімен видеодағыдай тесіп аламыз. Қызып тұрған табада 1-3 минуттай корждарымызды пісіріп аламыз. Яғни піскен кезде корждарымыздың беті ағаруы керек. Қамырды табаға саларда өте мұқият болған жөн. Себебі қамырды табаға салғаннан кейін оны жөндеу қиын болады. Келесі біз кремімізді дайындаймыз. Творогымызды, сметанымызды және шекерімізді салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Сливкемізді де салқын күйінде міндетті түрде холодильникте тұру керек. Оны бөлек миксердің көмегімен қоюлатамыз. Творогымыз бен сметанымызды сливкенің үстіне қойып, астыдан үстіне қарай мұқият араластырып шығамыз. Креміміз дайын. Енді корждарымызға кремімізді жағамыз. Мен әр коржға 3-4 ас қасық крем салып отырдым. Бір коржды бөлек алып қалдым, себебі қазір торттың бетін сәндеуі керек болады. Барлық кремімізді осылай жан-жағына барлығына жағып шығамыз. Креміміз көп болса, тортымыз да өте жұмсақ болады. Бір коржды осылай блендердің көмегімен езіп аламыз және тортымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Өте жұмсақ, өте дәмді шоколадный тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.